Трендтегі мюзикл әншілердің ұстазы, продюсер, композитор, хитмейкер МД. Біз бүгін осы әншінің жеке кешіне келдік. Өнерпаз Ресейден елге оралғалы бері белсенді. Мади Тоқтаровтың жеке шығармашылығы, лейблі және жеке өмірі туралы дәл қазір сұхбаттасатын боламыз. Закрытый клуб МД былтыр күзде ашқан лейбл. Жас болса да продюсер әрі музыкалық жетекші ретінде Мадидің жетістіктері көзге ұрып тұр. Аяу, Абдыр, Руша, Хайр хитмейкерлер қатарында. Сіздің закрытый клуб лейбліңіз кеңейіп жатыр. Күннен күнге Хайр есімді жаңа артист таныстырдыңыз. Хайрдың жетістіктері қалай болып жатыр? У Кайра будут пока выходить сольные. Кайрда әзірге тек тректері жарық көріп жатыр. Мүмкін күзге қарай EP альбом жасайтын шығармыз. Әзірге Кайр есімін таныстырып алғымыз келеді. Тебе скоро снова нужно до дома. Я как всегда предложу остаться, но ты недолго. Я у порога. Давай просто так всю ночь обниматься. Қалай ойлайсыз, Кайр аяудың жетістігін қайталай ала ма? Ну, вообще да. То есть я верю в каждого артиста, который... Негізі я, мен біздің лейблдағы әрбір әртіске сенемін. Бірақ музыканттарды бір-бірімен салыстырмаймын. Әрқайсының өзіндік болмысы, стилі болу керек. Ал артистерді қалай таңдайсың? Для меня самое главное, чтобы просто... Ең бастысы X-фактор сияқты болса деймін. Ән жаза алмаса да, тіпті музыкамен кәсіби айналыспаса да болады. Мен үшін маңыздысы олардың ниеті. МД лейблындағы артистердің барлық жағдайын жасап қойған. Музыкант өнерпаздардың әнін жарнамалайтын дистрибьюторлық орталықты ашты. Сенің закрытый клуб лейблынан бөлек тағы да 3К атты дистрибьюторлық орталығы ашылды. Өзің Ресейде жинап келген тәжірибеңді осы жақта салып жатсың ба? Опыта набираюсь прям только сейчас. Мне Тәжірибені енді жинап жатырмын. Жақындағы жасым 24-ке толды. Қазір қателік көп жасаймын. Бизнес болған соң кірістер шығыста болатынын түсіндім. Әсіресе өнерде. +1 инстажуп дәл осылай 7 ай бұрын МД желіде өзінің сүйіктісін таныстырды. Өнерпаздың ғашығы да танымал. Ол фэшн-блогер әрі модель Гүлсезім Хасен. Еске салсақ, Гука НТК телеарнасындағы шын ғашық телехикаясында бой көрсеткен еді. Асыл жаным бейнебаянда Гүлсезім Хасенді байқадық. Басты рөлде ойнайды. Бұл кімнің идеясы болды түсіру? Бұл менің идеямын. Предложили. Да, это я предложил. Ну, я просто написал песню. Гукаға деген махаббаттан шыққан ән. Оның басты рөлі сомдауы заңдылық. Тректің авторларының бірі Гука екен. Yeah. Сіз өзіңіз көмек сұрадыңыз ба? Я без телефонда звондадымыз. И просто не хватает немножко именно речевых оборотов. Қазақ тілінде ән жазу үшін менің сөз байлығым жеткіліксіз болғандықтан Гукадан көмек сұрадым. Автор ретінде жұмыстың көп бөлігін Гука жасады. Оқырмандарыңыз тойды күтіп жүрген сияқты. Пока рано, пока не обсуждается.